Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы Барпы Алыкулов токтогул менен жолугушуу. Сабактын максаты Барпы Алыкуловдун кыскача өмүрүнөн маалымат аласыңар, токтогул менен жолугушуу өрүнүн мазмуну менен кеңири таанышасыңар, көркөм сөз ажарына баа берип, сөз байлыктарды өстүрүүгө көнүгөсүңөр. Ынтымагы бар элдин эли чогуу жыйылат, ынтымагы жок элдин эли качып суюлат. Барпы Алыкулов. Кыргыз эл ырчысы, элдик ооз-эки поэзиянын классиги, кемеңгер акын Барпы Алыкулов уулу 1884-жылы Жалал-Абад аймагындагы Созак чөлкөмүнүн ачык кыштагында туулган. Атасы Алыкул жалчылык менен күн көргөн. Көртүрлүктүн айынан ал 9 баласын бага албай, болот менен Барпыны бардар адамдарга малай кылып берген. Барпы кичинесинен жокчулуктун запкысын тартып чоңойгон. 1915-жылы ал улуу акын Токтогул Сатылгановго атайы барып жолугуп, андан таалим алган. Улуу акын анын өнөрүн баалап, ат мингизген. Барпы Октябрь революциясынан кийин Жаш Совет мамлекетин чыңдоого белсенип катышкан. 1930-жылы анын бир тууган агасы Болотту басмачылар өлтүрүп кетишкен. Андан соң өзү да ооруп, көзү көрбөй калган. Барпы жөн эле ырчы эмес, даанышман төкмө акын. Анда эмесе балдар, Барпы акындын Токтогул менен учурашканын элдик акын Эстебес Турсуналиевдин аткаруусунда угуп көрөлүк. Haң eşikten geldin bir meyman, göңүлүм сага бөлүндү. Сезбейт деп менин ойлобо, сыягың акын көрүндү. Кандай иним экенсиң, үйгө кирбей тартынган, араң кирип олтурдуң бир кишинин артынан. Сырдассаң арман бөлүнөт, илебиң жукка көрүнөт. Өнөрүң болсоң өргө чап, тартынбай балам сырыңды айт. Чын сырыңдың айтпасаң балам адебиң менен өзүң кайт. Анда Барпы Эшмембет айткан атыңды, билдим коңаба баркыңды, эми таанып турамын, кир болбогон атыңды. Адеби жок менинин алдыңа келген өңдөнөм, алыстан келдим ашыгып, Токтогул сага көлдөлөң. Эшитким келет үнүңдөн, булбулдан ширин тилиңден. Аттанып келдим атайы, төлөс бостон элимден. Болжолдоп чыктым бостондон, насибим сизге кошкондон. Анда током Таң алыстан келген баласың, айтымдуу сөзгө канасың. Сурайын ата тегиңди, билейин сенин жөнүңдү. Бикири жок аттанган бий баласы болбогун, пайдасы жок мактанган бай баласы болбогун. Ырым менен эритем деп келгенден болбогун, калайыкка чоң сүйдөп жеп келгенден болбогун. Арыктатып алатты аксаткандан болбогун, айылдын ичин бүлгүсүп какшаткандан болбогун. Бейкасаң кийип түрлөнүп жасангандан болбогун. Эшем менен молдодон баталгандан болбогун, кожолорго кол берип сыйлагандан болбогун, кедейлерди малтап деп кыйнагандан болбогун. Канкорлордон эселеп каратаман тешилип жүргөн болсоң мунуңду айта, балам жүрөгүңдө сырыңды айт. Анда Барпы
Ha baykadım ava jönüңdü, suradың ata tegimdi. Bikiri jok attанған, bir gün tınıp жатпаған. Бий баласың емесмін, пардашы жоқ баспаған. Жалғыз сөзім мақтаған, бай баласың емесмін. Ырым менен еритем, отырғанды дегдетем. Деп келгенден емесмін, қалайыққа чоң сүйлеп. Жеп келгенден емесмін, арықтатып алатты. Ақсатқандан емесмін, айылдың için бүлгісіп, аламанды күйгісіп, қақшатқандан емесмін. Бейқасам киіп түрленіп, жасанғандан емесмін. Құдіретті қолдыған, ешемменен молдыдан, баталғандан емесмін. Қожаларға қол беріп, сыйлағандан емесмін. Кедейлерді малтап деп қинағандан емесмін. Өзі қыласым болбаса, ава деп сізге келбесмін. Сулымды тоқам сүйбейт деп, байманап менен жүрбейт деп, ешемменен молданын айтқанына кирбейт деп, жақшыға тоқам тарап деп, адашқан парпы сен болсаң, азғырбай жолға салат деп, айтқан елең Ешмамбет, ақылды вақын тоқаң деп, артық көрдім өсіңді, тың шабығып тұрамын бұлбұлда мұқам сөсіңді, қомызыңды қарасам, келтіріп чапқан арчадан, сен рыдасаңы чоғылат, алыс жақыны барчажан, қомызыңа қошылған, тілің шіріні қанчадан, тірілей жетім мен болып машақат өтті башымдан, жетім бе жеті жашымдан, мұңайып жүрдім асапта, 20 жыл жылбастан, малай болдым сусақта, байтырмағың утырмақ, балықта етке батырат, ұнытып қалсам бір ішті, олаңдап маға бақырат, түнін күсін төрт бөліп, ұйқымды бұзып чақырат, азапты тарттым сусақтан, құтыл албай тұсақтан, авасызды сүйчелеме, кел албай жүрдім ұзақтан. Анда тоқым, жетімді көрсем жашаймын, мұным бошып тұра албай, қату сөйлеп қойдым бұ жайыңды сұрап біле албай. Көзіңдің көрсем қарасын, шамшырақтай жанасың, қасиетсіз дұшмандан азап чеккен баласың. Мені бүріп айтқандан, көңіліңе жаққандан келген балам екенсің. Мен рыдасам сөзімді қанып кетеріп екенсің. Кеше келбеске тоқан кетті деп, беш қаман көлін жайлады, бекітіп қолын байлады. Жалғандан қара көрсетіп, бездіріп елден айдады. Қаварымды алған кіші жоқ, соғын чоғын турылды, заманам жаман құрылды. Зарлаған менен көрбөдім ай, артымда ғана жалғыз ұлым Қуанчым елден ажырап, бақша сауым бұл болды. Менің тирүүімде сүйгөнім арманды жесір тұл болды. 10 жыл Сибир тоқтодым, қайрылып қалым Қырғызға келбей тұрған оқшодым. Үйде қалған зайуым башына қайғы түшіптір. Жаман атты болым деп байға тиіп кетіптір. Бешенеге тартылған арманды мейнет қалабы. Алғаным кетсе мейлічі өскінін көрсін адағы. Шумқарым арып азыптыр, туырымдан ұша қачыптыр. Açılбай гүлім солыптыр, арманым ішке толыптыр. Бұзылған екен тұрмышым, сынған екен қылычым. Тұяқтан минтіп айырып, көрші дұшмандың қандай қылышын. Бұзылса тұрмыш мейледі, бұлбұлым бақтан қачыптыр. Бұлбұлды көрбей бүктелдің, бұлбұлдың тілі қатыптыр. Бұлбұл сұнды чолпынымай келсем бұралып жерге жатыптыр. Ата деп мойнum құчпады, адашып келген тоқамдың алдынан тосып шықпады. Жарқырап жайнап күлбеді, жаңырып атам келді деп құлыным жанымда бірге жүрбеді. Эки акын учурашкандан кийин Токтогул жашырчыны сындан өткөрөт. Ырдап баратып улам бир санатка салып, аягын улап кой, барпы балам дейт. Жашырчы көрөңгөсү начар болсо, абдырап, ойдогудай улай албай, оозунан сөзүн түшүрүп коймок. Жок, барпынын жөн эле ырды эмес, санаттыда төгүп жиберүү өнөрү күчтүү экендиги айкинеленди. Эски пахта бөз болбойт, эсептешкен дос болбойт. Өңдүү санаттарды берметтей чууртуп, шурудай тизип, Токтогул айткан мааниге илгертпей улады. Жеңи жок акын да барпыны түркүн электен өткөрүп сынаган. Өйдө өтөт күгдөбөт, ылдый өтөт боздөбөт. Эки дөбөт айрымын акыл менен ким көрөт деп суроо узатат. Мындай суроого ыр түгүл, кара сөз менен жооп берүү кыйынга турат.
ойлонуп көрсөңөр балдар, эмне деп жооп берер элеңер? Барпы мындай күтүлбөгөн суроого да жооп таап кетет. Өйдө өткөн көгдөбөт амал болот жеңи жок. Ылдый өткөн көгдөбөт шамал болот жеңи жок. Муну барпы билбесе жаман болот жеңи жок деп жооп берет. Төкмөлүк алдын ала даярдыксыз ар кандай көрүнүштөр жөнүндө ооз-эки ырдоо өнөрү болуп саналат. Ал эми залкар ырчы барпы сөздү сөзгө кынай бил, маш зергердей чегелет, ырчы болсоң төкмө бол, ак жаандай себелет деп айткан. Балдар, силер да сөздү сөзгө кынай билген, сөздүн устаты, зергери болгула. Суроо тапшырмалар. Кыргыздан чыккан барпырчы кыйланы жеңген алпырчы деп ким айткан? Китептен окуп таап чыккыла. Барпынын өмүр жолун толук окуп чыгабыз. Барпы токтоолду устаты катары эсептейли. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.